sizlerge balalar? Sizler. Oturunlar. Balalar, sabaqta başlamaz burun biz öz ko'ngil-kuyimizni bildirib olaylik. Birinchi ko'ngil-kuy kim bildirib kerak? Jasmin. Yaxshi, rahmat. Kelesi. Yana. Yaxshi, kelesi. Liza. Yaxshi. Melisa. Yaxshi, Ruslan. Kelesi. Kelesi. Lia. Dima. Yaxshi, Yura. Yaxshi bolalar. Bolalar, hozir qay yil mezgili? Suratga qarangizlar. Qay yil mezgili? Ruslan? Yaxshi. Kuz oylarini kim biladi? Hozir qay oy? Hozir qay oy? Melisa? Kızır kaldıksan ay. Желтоқсан ба қай ай қазір? Қараша айы. Аптаның қай күні? Melisa? Яны? Жақсы. Далада не жатыр? Айнұр? Далада не жатыр? Жақсы. Үй жұмысын пысықтап алайық. Дәмелика келе ғой. Бұл сөздерді суреттермен сәйкестендіру керек. Жақсы, отыра ғой. Лиза. Көйлек. Көрсетпе көйлек. Жақсы, айна. Жақсы, отыра ғой. Яна. Жақсы, әрі қарай. Илья, келе ғой. Келесі. Кимешек. Жақсы. Дима, келе ғой. Говори. Тақия, жақсы, отыра ғой. Балалар, жаңа сабаққа өтпес бұрын мен сіздерге бүгінгі сабақтың шартын түсіндіргім келіп тұр. Бүгінгі сабақта сіздермен теңге ілу ойынын ойнаймыз. Ол үшін сіздер менің тапсырмаларыма, сұрақтарыма дұрыс жауап бересіздер. Мен сіздердің әрбір дұрыс жауаптарыңызға мынандай теңгелерді тарататын боламын. Сабақ соңында кімде қанша теңге қалды, сол бойынша бағаланады. Мысалы, сенде 8 теңге болса, 8 балл. 10 теңге жинасаң, 10 балл қойылады. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз тұсаукесер жыры. Дәптерімізді ашып, қарашаның 10-ы сынып жұмысы деп, тұсаукесер жыры тақырыбын жазамыз. Сабағымыздың мақсаты тұсаукесер дәстүрімен танысасың және жырды оқисың. Меншіктік мағынаны ауызша және жазбаша жеткізуді үйренесің. Дәстүр, жыр, ала жыр, бата, мәдениет. Балалар, қазір біз сендермен мына сөздерді сәйкестендіруіміз керек. Жұбын анықтауымыз керек. Тақтаға кім шығады? Әнге қосып айтатын өлең кім біледі? Өте жақсы. Отыра ғой. Лев келе ғой. Келесі басқа адамдарға айтатын жақсы сөз. Какой слова? Тілек. Өте жақсы. Келесі Яна. Ата бабадан қалған зат өнер. Ол
тәрбиесі мол. Анегалы тәрбиесі мол. Жақсы, отыра қой. Софа 100 жыл. Жыл. 100 жыл. Жақсы, келесі. Расул келе ғой. Жақсы. Мелиса, соңғысы. Алашып 2 жыл. Өте жақсы. Бізде барлығы дұрыс екен. Біз 7 балды ұпайды жинап алдық. Балалар, жаңағы дұрыс жауаптарыңыз үшін бір-бір теңгелер сіздерге беріледі. Балалар, қазір біз сендермен тербету сәтін орындаймыз. Қолымызға асықты аламыз да, нотаға түсіп, асықпен бірге билейміз. Оқушылар, қазір біз тұсаукесер рәсімі туралы видеороликті көріп алайық, содан кейін келесі тапсырманы орындайтын боламыз. Балалар, осы көрген видеоларыңызда ақпараттан сіздер нені көрдіңіздер? Жасмин? Алажу. Жақсы. Доминика? Тұсаукесер. Расул? Лев, айта ғой. Балалар? Мәдениет. Жақсы. Мелиса? Гости как переводится? Қалай аударылады? Қонақтар. Біз сендермен мына видеодағы ақпаратты тыңдаймыз да, сосын сұрақтарға жауап береміз. Ана не туралы айтқысы келді? Дәстүр бойынша Сәбидің тұсауын сайлы, өнерлі, өнегелі адам кеседі. Сұрақта жаңағы анамыздың айтқан ақпаратына жауап берейік. Сен тұсаукесер тойында болдың ба? Расул? Я тұсаукесер тойында болдым. Болдым. Тұсауды неліктен ала жіппен кеседі, Лев? Жолы ашқы болсын деп. Жақсы, тамаша. Тұсауды кім кеседі? Тұсаукесер сыйлы адамдар Кеседі. Жақсы. Софа, тұсаукесер жырын кім айтады? Тұсаукесер жырын кім айтады? Тұсаукесер жыры қонақтар айтады. Жақсы. Тағы да сіздерге жауап бергендеріңіз үшін балл, теңге. Біздің грамматикалық тапсырмамыз бүгінгі балалар есте сақтау керек. Ол біздегі нікі, дікі, тікі жұрнақтары. Егер сөз соңында а, и, я сөздері кезігетін болса, онда нікі жұрнағын жалғаймыз. Мысалы, кімдікі? Ертоқым. Кімдікі? Баланыкі. Келесі, мына әріптерден кейін дікі жұрнақтарын жалғаймыз. Ненікі? Түйме. Ненікі? Түйме. Қамзолдікі. Келесі, мына әріптерден кейін тікі жұрнағы жалғанады. Шапан кімдікі? Шапан Саматтікі. Немесе шапан Талаптікі.
Балалар, жаттығайық. Келесі тапсырма мына сұрақтарға жазбаша жауап беру керек. Тақтаға кім шығады? Жасмин келе ғой. Бұл той. Астына жаза ғой. Жақсы, келесі. Тақия кімдікі? Тақия. Суффикс қайда? Мелиса суффикс. ДК. Келесі ти. Доминика келе ғой. Тиме. Тиме Шопан Тики. Выделяй суффикс, жұрнақты белгіле. Тамаша. Оқушылар, қазір сендер сөйлемді екінші нұсқаға өзгертіп жазуларыңыз керек. Мысалы, менің жырым, жыр менікі. Тақтаға кім келеді? Сенің ала жібің. Яна келе ғой. Так, Лев келе ғой. Қарындас. Жақсы. Адам. Дікі. Жақсы отыра ғой. Лиза, келе ғой. Оның тойы Оныкі. Біз керек бісін. Осы жер. Отырамын. Жақсы. Балалар, бүгін сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Кері байланыс жасайық. Мұнда сіздер егер түсінікті болса, жасыл нүктені басасыздар. Егер сұрағыңыз бар болса, сары нүктені, және мүлдем сабақ түсініксіз болса, қызыл нүктені басыңыз. Келіңіз, Янадан бастайық. Тұра ғой, жақсы. Айнұр кел. Влад. Лиза.
Melisa. Soba. Ruslan. Dima. Ria. Dominika Kirova. Jasmine. Жақсы, рахмет. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Үй жұмысына осы жаңағы айтылған әнді караокемен бірге қосылып айтып, үйде жаттап аламыз. Оқушылар, қазір сабақ аяқталды. Енді сіздерге қанша жетон теңге іліп алдыңыздар бүгінгі сабақта білетін болайық. 9. Жасмин 9. Айнұр неше балл сенде? 9. Мелиса неше балл? Жақсы, өте жақсы. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау бол!